Бөрілерге гипотеза. Көкке қарап ұлғанда бөрілер, бытырадай ұйқын қашып бөлінер. Болашақта ақ кебінге оранып, тірілерге елестейді өлілер. Қараңғыда таулар шош мүлгіген, төңіректе үрейленген түнгіден, жер мен көктің төбе шашы тік тұрып, саптыйылды өзен бұлақ күлкіден. Көкке қарап ұлғанда бөрілер, қызыл қаның тәтті болып көрінер. Зардың емес, ардың үні шыққанда, жүдеу көңіл өгей күйді сезінер. Мына зарды түсінетін барма жан, момын далам қайда кеткен бармазаң, көре ғұны көрден көріп іздеген адамдарға түсіндіре алмасаң. Бәрінен де ұғындыру қиын. Мына адамдарға арды, ақты түсіндіру қиын. Аға, жаныңыз көк тәңіріне мадақ айтып, көкке ұлыған бабалар рухын аңсайды. Ар мен ұятын сақтаған сақтар мен түркілердің рухын аңсайды. Көзінде жалтақтық пен қорқақтықтан басқа дым жоқ. Ұлтыңыздың жаны алаңдатады ғой сізді. Мен сізді түсіндім, аға. Ей, қайсар рухты қазағым, сенің де өзіңнің кім екеніңді білетін кезің жетті емес пе? Неге онда бір-біріңді өсектеп, бір-біріңді сөз етіп, бір-біріңді көрерге көз таппай, сартша күліп, итше ұлайсың? Кешегі өткен бабаларым, малым, жаным арымның садағасы деп, арын бірінші орынға қой демес пе? Неге онда дүние үшін мал сатасың? Қазағым, ел, жер дегенде аруақ аталап, барлығы бір шаңырақтың астына жиналушы еді емес пе? Сенің осы қасиетіңді сағындым ғой, қазақ баласы. Көк бөріше, өр рухты, қайсар, намысшыл, бір сөзді, асыл қасиетіңді сағындым ғой, алаш баласы. Бірақ сені де қатты қинағым келмейді. 300 жылдай орыстың отарында болдың, құл болдың. Ал құлдан не сұрамақпын? Жетер енді, сенің де өзіңнің құныңды, кегіңді қайтарар кез келді. Тұрғане ұйқыңнан көзіңді аш, өзіңе қайт. Көзіңді аш, оян қазақ, көтер басты, өткізбей қараңғыда бекер жасты. Жер кетті, дін нашарлап, хал харам боп, қазағым енді жату жарамасты.